2 желтоқсаннан 8 желтоқсанға дейінгі нақты апталық жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, сізді қызықты болашақ мүмкіндіктер күтіп тұр, оларды жіберіп алмау маңызды. Сонымен қатар көпшілік тоқтыларға сақтық таныту қажет болады. Көптеген қызықты ұсыныстар мен күтпеген жағдайлар туындайды, бірақ ойланбай тәуекел етуден аулақ болыңыз. Сізді жаңа, ерекше таныстықтар күтіп тұр. Қоршағандарға жарқын әсер қалдырып, пайдалы байланыстар орнату сіздің қолыңыздан келеді. Мүмкін романтикалық әңгімелер, флирт немесе қызметтік романдар орын алады, бірақ олардың салдары айтарлықтай маңызды болмауы мүмкін. Аптаның ортасында қажетті адамдармен тіл табысу қиындауы мүмкін. Сіз тым сезімтал болып, өзгелердің ықпалына оңай түсуіңіз мүмкін. Барынша қырағылық танытыңыз, айналаңыздағы әркімге бірдей сенуге болмайды. Маңызды ақпаратты тексеріп, фактілерді растаңыз, бұл қателіктерден сақтануға және дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Торпақ апта барлық жағынан сәтті басталады. Сіз қуатқа, оптимизмге толы болып, кез келген жағдайға дайын боласыз. Сәтті сапарлар көңіліңізді көтеріп, маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі. Оқуға түсуге, емтихандарға дайындалуға немесе біліктілікті арттыруға қолайлы уақыт. Жаңа білім алу бұрынғыдан жеңіл болады. Аптаның екінші жартысында қалаған нәтижеге жету үшін көбірек күш салу қажет болады. Кейбір топырақтар жеке өмірлерінде қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сүйікті адамыңызбен қарым-қатынаста түсініспеушіліктер орын алуы ықтимал. Теріс эмоцияларды өзіңізде ұстамаңыз. Шынайы әңгіме жағымсыз көрінгенімен ұзақ мерзімді перспективада жақсы нәтижелер береді және өзара түсіністікке жетуге көмектеседі. Егіздер, аптаның бірінші жартысында сабырлы болуға тура келеді. Айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынаста қиындықтар туындауы мүмкін. Тіпті әдетте жақсы тіл табысатын адамдармен де түсініспеушіліктер болуы ықтимал. Осы кезеңде ресми мекемелерге баруды жоспарламаған жөн, бәрі бірден ойдағыдай бола қоймайды. Кейбір іскерлік кездесулерді кейінге қалдыруға немесе мүлде тоқтатуға тура келеді. Жаңа білімді игеру және күрделі мәселелерді шешу қиындық туғызуы мүмкін. Дегенмен жағдай бірте-бірте жақсарады. Эмоцияларды бақылауды үйренсеңіз және жағымды сәттерді көре білсеңіз, бұл процесті жылдамдата аласыз. Аптаның ортасында романтикалық әңгімелер басталуы мүмкін. Бұл сіздің күнделікті өміріңізді жандандырады. Аптаның соңына қарай сіздің күш-жігеріңіз нәтижесін береді. Бұрынғы қателіктерді түзетіп, өршіл мақсаттарға жетудің жолдарын анықтай аласыз. Шаян, аптаның алғашқы күндерінде сабырлы болу маңызды. Эмоцияларыңызға ерік берсеңіз, маңызды адамдармен келіспеушіліктер орын алуы мүмкін. Қақтығыстарды болдырмаған әлдеқайда жеңіл, себебі қарым-қатынасты қалпына келтіру ұзақ және қиын болады. Ұрыс-керістен аулақ болған шаяндар үшін апта жақсы өтеді. Күтпеген жерден қызықты адамдармен танысуыңыз мүмкін. Перспективалы байланыстар орнату мүмкіндігі туады, бұл жақын арада пайдалы болмақ. Іскерлік қарым-қатынастар романтикалық сипатқа ие болуы мүмкін. Аптаның ортасы жаңа нәрселерді үйрену, ерекше дағдыларды игеру және күрделі тапсырмаларды шешу үшін қолайлы. Сіз айналаңыздағы адамдарға жақсы әсер қалдырып, кәсіби беделіңізді нығайтасыз. Күтпеген қаржылық түсімдер, бағалы сыйлықтар және пайда түсуі мүмкін. Аптаның соңына қарай жағымсыз күтпеген жағдайларды еңсеру қиынға соғуы мүмкін. Өзіңізге шамадан тыс жүктеме артпаңыз және жақындарыңыздан қолдау іздеңіз. Арыстан, апта күш-қуаттың және энергияның толқынымен басталады. Бұл сізге көп жұмысты атқаруға көмектеседі. Тіпті ерекше тапсырмаларды оңай орындайсыз. Дегенмен қарым-қатынаста қиындықтар туындауы мүмкін. Басқа адамдардың мүдделері мен мотивтерін дұрыс түсіну әрдайым мүмкін бола бермейді. Сондықтан тіпті жақын достарыңызбен де келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Егер сіз сабырлы бола алсаңыз және достық қарым-қатынасты сақтасаңыз, күрделі мәселелерден аулақ бола аласыз. Егер келіспеушілік орын алса, тезірек татуласуға ұмтылыңыз. Басшылық сіздің идеяларыңызды қолдайды және мақұлдайды.
Батыл жоспарларды жүзеге асыра аласыз, бірақ бұл үшін бар күш-жігеріңізді жұмсау керек болады. Кәсіби амбицияларыңыз артып, мансаптық тұрғыдан перспективалы ұсыныс алуыңыз мүмкін. Маңызды істерді аптаның соңына қалдырмаған дұрыс, өйткені бұл кезеңде тәуекелдерді дұрыс бағалау және шешім қабылдау қиынға соғады. Бикеш аптаны ұзақ уақыт бойы қолға алуға батылдық жетпеген ең қиын істерден бастаңыз. Барлығы ойлағаныңыздан да жылдам және оңай шешіледі. Тек өзіңізді емес, қоршаған ортаны да жақсы түсіне бастайсыз. Сезімталдық пен ықыластылық көптеген мәселелерді шешуге және ұзаққа созылған келіспеушіліктерді реттеуге көмектеседі. Кейбір бикештердің шығармашылық қабілеттері ашылып, ерекше және болашағы зор идеялар ұсынады. Аптаның екінші жартысы аздап күрделі өтеді. Іскер серіктестермен өзара түсіністікке қол жеткізу қиын болады, әрқайсысы өз пікірін қорғауға тырысады. Жаңа қарым-қатынастар бастауға немесе шуақты ортада уақыт өткізуге қолайлы уақыт емес. Тұрақты қарым-қатынастағы адамдар үшін сүйіктісіне талап қоюдан аулақ болған жөн, әйтпесе ұрыс-керіс болуы мүмкін. Таразы аптаның басында мазасыздық пен уайым сезімдері пайда болуы мүмкін, кейде себепсіз. Бұрынғы мәселелер мен аяқталмаған істер өздерін қайта еске салуы ықтимал. Әріптестермен қарым-қатынас қиынға соғып, тиімді өзара іс-қимыл орнату оңай болмайды. Сырттан көмекке сүйенбеу керек, оның орнына өз бетіңізше шеше алатын тапсырмаларға назар аударыңыз. Барлық нәрсе бірден ойдағыдай болмайды, бірақ табандылық кез келген қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Аптаның ортасында күтпеген қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін, бұл жағдайлар сізге байланысты емес. Дене жағдайыңызда мінсіз болмауы мүмкін, сондықтан күрделі тапсырмаларды кейінге қалдыруға тырысыңыз. Демалуға мүмкіндік болса, оны міндетті түрде пайдаланыңыз. Шығындарыңызды бақылаңыз, күтпеген және қажетсіз шығындар туындауы мүмкін. Барлық қиындықтарды жеңуге сүйікті адамыңыздың қолдауы көмектеседі. Өз мәселелеріңізбен бөлісуден ұялмаңыз, бұл сіздің қарым-қатынасыңызды нығайтады. Саршаян аптаның бірінші жартысында өзіңізден тым көп нәрсе күтпеңіз. Ойыңызды жинақтау, белсенділік таныту және күрделі мәселелерді шешу қиын болуы мүмкін. Кейбір жоспарларыңыз шындыққа жанаспайтынын түсінесіз. Жаңа ақпаратты игеру қиынға соғуы мүмкін. Кейбір саршаяндар үшін жағымсыз жаңалықтар келуі ықтимал. Шешім қабылдауда асығыстық жасамаңыз. Әр сөз бен қадамды мұқият ойластырып, ешқайда асықпаған дұрыс. Аптаның екінші жартысында оң өзгерістер байқалады. Айналаңыздағы адамдармен келісу, олардың мүдделерін түсіну және өзара тиімді шешімдер ұсыну жеңілдейді. Жақын адамыңызбен қарым-қатынас қуаныш пен үйлесімділікке толы болады. Қызметтік роман басталуы мүмкін, ол ұзақ және мағыналы болуы ықтимал. Дегенмен эмоцияларды бақылау маңызды. Тым ашушаңдық немесе дөрекілік үйді де, жұмыста да жағдайды қиындатуы мүмкін. Мерген апта қуанышты және позитивті басталады. Іс шабыт пен шығармашылық қабілеттеріңіздің оянуын сезінесіз. Тіпті ең күрделі мәселелерді шешу оңай болады. Сіздің күш-жігеріңіз тез және айқын нәтижелер әкеледі. Көшбасшылық қасиеттеріңіз артады. Кез келген істе айтарлықтай табысқа жету мүмкіндігі жоғары. Көптеген мергендер жаңа перспективалы таныстықтар орнатады. Іскерлік қарым-қатынастар романтикалық сипатқа ие болуы мүмкін. Материалдық қиындықтар болмайды, кенеттен пайда немесе құнды сыйлықтар алуы ықтимал. Аптаның ортасында кейбір жоспарларды жүзеге асыру мүмкін болмайды. Әріптестермен қарым-қатынас қиындауы мүмкін, сондықтан олардың қолдауына аса сенім артпаған жөн. Көптеген міндеттерді жалғыз орындаған тиімдірек болады. Аптаның соңында іскерлік белсенділікті азайтып, жеке өміріңізге және ішкі күйіңізге көңіл бөлуге тырысыңыз. Тәуешкі маңызды істерді кейінге қалдырмаңыз. Апта сәтті басталады, ерекше идеялар пайда болып, оларды жүзеге асыру оңай болады. Болашаққа жоспар құру және оларды сенімді серіктестермен талқылау үшін қолайлы кезең. Көптеген тәуешкілер жаңа білімді тез меңгеріп, ерекше дағдыларды игере алады. Ықпалды адамдармен байланыс орнату және қысқа іскерлік сапарлар сәтті өтеді. Аптаның ортасында барлық нәрсе бірінші реттен ойдағыдай болмайды. Шамадан тыс сенімділік сізге кедергі келтіруі мүмкін.
Жоспарланбаған шығындар немесе жоғалтулар болуы ықтимал. Жаңа жобаларды бастамаған жөн, оның орнына ағымдағы мәселелерді шешуге назар аударыңыз. Аптаның соңында басталған істерді аяқтап, жіберілген қателіктерді түзету маңызды. Басшылықпен немесе ықпалды адамдармен байланысудан аулақ болыңыз. Су құйғыш аптаның бірінші жартысы ерекше сәтті өтеді. Сіз күш-қуатыңыздың артқанын сезінесіз. Өнімділігіңіз де жоғарылап, жұмысыңыздың нәтижелері жақсарады. Көптеген су құйғыштар көшбасшылық қасиеттерін көрсетіп, басшылықтың назарын аударып, мақтау естиді. Бұрынғы қарсыластармен қарым-қатынасты түзетуге, тіпті оларды өз жағыңызға тартуға мүмкіндік туады. Мансаптық өсу, сыйақы немесе басқа марапат алу ықтимал. Шығармашылық қабілеттеріңізді толық пайдаланып, әдеттегі міндеттерді шешудің ерекше тәсілдерін таба аласыз. Аптаның соңына қарай ұсақ қателіктер мен олқылықтар болуы мүмкін. Олардан сақтаныңыз немесе тез түзетіңіз. Балықтар, аптаның басында қарым-қатынас стиліңізге ерекше назар аударыңыз. Тым қаталдық өзіңізге қарсы шығуы мүмкін. Сыпайылық пен жұмсақтық таныту арқылы келіспеушіліктер мен реніштерден аулақ боласыз. Бұл кезеңде шығармашылық әлеуетіңіз ашылып, оны мақсаттарыңызға жету үшін пайдалана аласыз. Күтпеген жағымды жағдайлар өміріңіздің әртүрлі салаларына жақсы әсер етеді. Бәрін жалғыз жасауға тырыспаңыз, сенімді достарыңыздың көмегін қабыл алыңыз. Барлық жоспарлар бірден жүзеге аспауы мүмкін, бірақ бұл үшін уайымдаудың қажеті жоқ. Жақын болашақта сізді одан да жақсы мүмкіндіктер күтуде. Аптаның екінші жартысында қателіктерді түзетіп, алға жылжу үшін берік негіз құрасыз. Көптеген балықтар табысқа жетеді, бірақ бұл үшін көп күш жұмсау қажет болады.